Қадірлі оқушылар, қадірлі ұстаздар, бүгін біз сіздермен алюм тақырыбында есептер шығаратын боламыз. Алюм тақырыбындағы есептер ішінен белгілі бір концентрациялы күкірт қышқылының ерітіндісін дайындау сұранысқа ие болып тұр. Сол себепті мен бүгін көбірек сол тақырыпқа, сондай есептерге көңіл бөлетін боламын. Ал онда кеттік. 100 грамм 80% алюм ерітіндісінен 40% күкірт қышқылын дайындау үшін қажетті су көлемі. Демек, бізге не берілген екен? H2SO4 көбейген SO3 құрамды алюм берілген екен. Оның құрамында 80% алюм бар екен. Қадірлі оқушылар, 80% алюм деген сөздің мағынасы, алюмның құрамындағы негізі күкірт қышқылы 100%-дық болады. Сол 100%-дық күкірт қышқылына тағы SO3 қосылғандықтан, оның пайызы көбінесе 100-ден асып кетеді. Ал 80%-дық алюм дейтін болса, мына 80% ол SO3-ке күкірт 6 оксидіне тиесілі болады. Демек, 80 граммы SO3, ал 20 граммы күкірт қышқылы болып тұр. Олай болса, біз SO3-ті сумен әрекеттестіріп, күкірт қышқылын аламыз. 80 грамм SO3-тен және 1 молдан 98 грамм күкірт қышқылы түзіледі. Олай болса, мен сіздерге бүгін ұсынып отырған крес немесе диагонал әдісі өте қарапайым жолмен мына есепті шешуге бағытталған. Демек, енді күкірт қышқылының мына жердегі жалпы массасы 20 грамм және 98 грамм. Мен диагоналға қоятын саным тауып алдым. 20-ға 98-ді қосатын болсам, менде 118 болады. Ал енді соңғы концентрация әрқашан ортаға жазылады. Демек, 40% ерітінді алу керекпін. Оған қосатын судың пайызы 0%. Сәйкесінше олардың айырмашылығы 40 және 78 болады. Бұл не дегені? Бұл дегені 40 грамм зат 78 суда еріп тұр дегені. Ал бізде соның көлемін сұрап тұрғандықтан, демек 100-де қанша су қажет деген сұрақты қоятын боламыз. Және 40 грамм затымыз 78 грамм суда ериген болса, 100 грамм зат қанша суда ериді деген сұрақты қоятын болсақ, демек жауап бізде болады екен 195. 195 грамм десек те болады, немесе 195 миллилитр десек те болады. Себебі судың тығыздығы бірге тең. Келесі есепке өтеміз. Қадірлі оқушылар, келесі есепте құрамында 20% күкірт 6 оксиді болған және SO3 болған 1 килограмм алюмдан 100%-дық, 100%-дық қанша күкірт қышқылын алуға болады деп сұрап жатыр. Демек, біз мына жерге алюмның құрамын жазып алайық. %20% күкірт 6 оксиді болса, демек 20 грамм, ал қалғаны 80 грамм күкірт қышқылы болады. Демек, мына жерде кішкене ойланатын болсақ, бұны өте қарапайым жолмен шығаруға болады. Демек, 80 және 20 грамм бұл 100 граммның құрамында. Ал бізге 1 килограмм деп тұрғандықтан, ал 1000 граммның құрамында бұл сандар бізде 800 және 200 болады. Ал енді сол 200 грамм күкірт 6 оксиді сумен әрекеттесіп, күкірт қышқылына айналады. 80 грамм 6 оксидіміз, күкірт 6 оксид, 98 грамм қышқылға айналады. Ал 200 грамм SO3 қанша қышқылға айналады десек, демек біз оның массасын тауып аламыз. 245 грамм қышқылға айналады екен. Демек, мына жерде қанша күкірт қышқылын алуға болады дегендіктен, мына бастапқы ерітіндіде 800 грамм күкірт қышқылы болған бізде.
Ал 200 грамм SO3-тен түзілген күкірт қышқылы 245 грамм болғандықтан, жалпы бізде 1045 грамм күкірт қышқылы түзіледі. Келесі есепке өтейік. Бұл есептер өте қарапайым шығып жатыр, түсінікті болады деп ойлаймын сіздерге. 50% пайыздық күкірт қышқылы ерітіндісін алу үшін 400 грамм суға қандай масса H2SO4 көбейтілген жарты SO3 қосу керек. Демек, бізге алюмнің құрамы берілген екен. Бұл алюм құрамында 1 мол күкірт қышқылына жарты мол күкірт алты оксиді сай келіп тұр. Демек, есепті шешуді бастайық. Оқушылар, мына жерде оның емерін табатын болсақ 98, ал 80-нің жартысы 40 болғандықтан, бізде бұл емер тең болады 138-ге. Әрине, SO3-ті біз жарты молекула сумен толығымен күкірт қышқылына айландырып жібереміз. Бұл жерде бізде бір күкірт қышқылы бар еді, жарты күкірт қышқылы түзіліп жатыр. Демек, бізде жалпы 1,5 мол күкірт қышқылы түзілді. Ал енді, мына 1,5 мол күкірт қышқылының емері бізде болады 98-ді 1,5-ға көбейтеміз 147. Демек, біз олардың емерін тауып алдық. Енді пайыздық концентрациясын крестке немесе диагоналға қоятын тауып алайық. Бұның үшін 138-ге 147 сай келсе, 100-ге қанша дейтін болсақ, бізде сол диагоналдағы сан келіп шығады. Әрине, оқушылар, ұстаздар, бұл қисынға келмейді дегенмен, бұл әдісіміз өте жеңіл, өте қарапайым. Сондықтан да бұл әдісті қолданған тиімді. Демек, бізде 106-да 52 диагоналда тұр, ал соңғы концентрациямыз бізде 50% күкірт қышқылы. Оны әрқашан ортаға жазамыз, соңғы концентрацияны, ал оған қосатын су 0%. Демек, сәйкесінше олардың айырмашылығын алатын боламыз. 106 52-ден 50-ді азайтатын болса, 56-да 52 болады. Бұл не дегені? 50 грамм зат 56,52 грамм суда еріп тұр. Ал 400 грамм суда қанша зат ериді деген сұраққа жауап беретін болсақ, демек, бізде алюмның массасы келіп шығады екен. 353,8 грамм бізге алюм қажет екен. Тура сол есепті математикалық әдіспен де шешіп шығайық, я? Оның емері есептеп таптық сіздермен 138 болды. Оған мына жарты мол SO3-ті толығымен күкірт қышқылына айналдыру үшін жарты мол су қосып жіберейік. Нәтиженде 1,5 мол бізде күкірт қышқылы түзілді. Оның емері 147 болды. Емері 138 болған алюмның массасы 138X болады. Ал емері 147 болған күкірт қышқылының массасы 147X болады. Бұл жерде X оның молы болып тұр, я? Зат мөлшері. Енді бізге 50% ерітінді дайындау керек болғандықтан, ол 50% күкірт қышқылына тиесілі. Сол себепті күкірт қышқылының еріген заттың массасын бөлеміз ерітіндінің массасына. Ерітінді бізде 400 грамм суға қосылған алюм болып тұр. Ал алюмның емері 138-ге тең. Енді есепті шешеміз. Жартыны 400-ге көбейтсек 200. Жартыны 138-ге көбейтсек 69. Жүз 47-ден 69-ды азайтатын болсақ 78X болады.
X-ті табатын болсақ, бізде 2,564 мол. Демек, бізге нен табу керек болып тұр? Алюмнің массасын табу керек болып тұрғандықтан 2,564 молды көбейтеміз. Алюмнің емері 138 грамм бөлінген молға. Демек, 353,8 грамм алюм керек екен. Енді алдыңғы есеппен салыстырып көріп жіберейік. Бұл математикалық жолмен табылды. Ал мынау крес әдісімен табылды. Сіздерге қай бір әдіс жеңіл, ұтымды болып тұр, сол әдісті түсінсеңіздер, қолдана бересіздер. Менің ойымша мына диагонал әдісі әрі тез болады, әрі оңай болады деген ойдамын. Келесі есепке өтейік. 20% алюм алу үшін 1000 грамм 94,6% күкірт қышқылы ерітіндісіне қандай масса SO3 қосу керек дейді. Демек, оқушылар, мына жерде біз алюмді, 20% алюмді жазып алайық. 20% алюм дегеніміз, демек, SO3 20 грамм 100 граммдың құрамында, ал күкірт қышқылы 80 грамм деген сөз. SO3-ті сумен әрекеттестіріп күкірт қышқылына айналдырып жібереміз. «80 грамм SO3 және 1 мол 98 грамм күкірт қышқылына айналатын болса, 20 грамм SO3 қанша күкірт қышқылына айналады? Бұл ретте біз 20-ны 98-ге көбейтіп, 80-ге бөліп жібереміз. Бізде 24,5 грамм күкірт қышқылы түзілді. Ал енді күкірт қышқылы бізде өзгеріссіз қалды реакцияның соңында. Ал SO3 бізде 24,5 грамм болды. Мына екеуін қосып жіберетін болсақ, біз диагоналға қоятын санды табамыз. Екеуінің қосындысы 104,5 болып тұр екен. Демек, бізге 20% алюм ал деген талап болды. 20% алюмның диагоналдағы саны 104,5%. 20% алюмның концентрациясы 104,5. Демек, соны біз ортаға жазып аламыз. Ал енді 104,5-ті алу үшін біз неден пайдаланамыз? SO3-тен оның пайыздық концентрациясы әрқашан 122,5 болады. Естеріңізде болсын. Ал енді екіншісі күкірт қышқылы ерітіндісі 94,6. Айырмашылықтарын алайық сәйкесінше. Қадірлі оқушылар, демек бізде 94,6% күкірт қышқылының 18 граммына SO3-тің 9,9 граммы сай келіп тұр. Ал енді 1000 грамм қышқылға қанша SO3 сай келеді деп ойлаймыз. Бұнда бізде 550 грамм SO3 қажет екен. Тура сол есепті математикалық, алгебралық әдіспен шығарып көрейік. Сіздерге диагоналды крест әдісі ұнамаса, мына әдіспен шығара берсеңіздер болады. Демек, бұнда біз кішкене математикалық жолдардан пайдаланамыз. H2SO4 1000 граммның құрамында қанша грамм болуын тауып аламыз? 946 грамм H2SO4. Енді судың массасын табу үшін 1000 граммдан күкірт қышқылының массасын азайтатын боламыз. 54 грамм су. Демек, SO3 әрекеттеседі сол 54 грамм сумен. Нәтижеде күкірт қышқылы түзіледі бізде. Мына судың барлығы
54 грамм су бұл сол ерітіндегі судың барлығы. Біз оны толығымен күкірт қышқылына айналдырып жібереміз. Күкірт қышқылына айналдыратын болсақ, мына жерде 54-тен пайдаланып, емерлерін қойып жіберетін болсақ, SO3-тің массасы 54 грамм сумен әрекеттесетін бізде болады 240 грамм. Ал 54 грамм су SO3-пен әрекеттесіп, түзген қышқылдың массасы бізде болады 294 грамм. Енді біз мынандай пропорция құрамыз. Мына жердегі қышқылдың барлық массасын тауып аламыз. Бастапқы ерітінде 946 грамм бар еді. Оған тағы біз 294 граммды алдық SO3-тен. Екеуі жалпы болды 1240 грамм. Бұл 1240 грамм бізде қанша пайызды құрап отыр? 80 пайызды құрап отыр. Ал енді 20 пайызы қанша деген пропорция құрамыз? X тең болады екен 310-ға. Енді SO3 жалпы екі жерде бар бізде, екеуін қосып жібереміз. Және мына жерде SO3 бізде бар еді. 240 грамм есептедік. Біз бағана сумен әрекеттесетін 240 грамм. Тағы оған 310 граммды қосып жібереміз. Бізде 550 грамм SO3 қажет екен. Қадірлі оқушылар, енді алдыңғы есепте көріп жіберейік, өздеріңіз салыстыра отырарсыздар. Мына бізде диагонал крест әдісімен табылған есептің қорытындысы, ал келесі беттегі бізде математикалық жолмен табылған есептің қорытындысы. Келесі есеп өтейік. 50% күкірт қышқылы алу үшін 400 грамм суға қанша H2SO4 көбейтілген 2 SO3 құрамды алюм қосу керек дейді. Демек, бізде алюмның құрамы кішкене 1-1 мол емес екен, өзгеше екен. Бірінші диагонал әдісімен шығаратын боламыз. Емерін тауып алайық. Демек, 98. Мына жерде 2 көбейген 80, 160 болды. Екеуі жалпы емері 258 грамм бөлінген мол. Біз мына 2 мол SO3-ті 2 мол су қосып, толығымен күкірт қышқылына айналдыратын болсақ, мына жерде 1 мол бар еді, оған 2 мол түзіліп жатыр, жалпы 3 мол күкірт қышқылы түзіледі. 98-ді 3-ке көбейтеміз. 294 болды емері. Ал енді біз 258-ден 294 түзіліп тұрған болса, 100-ден қанша түзіледі деп диагоналға қоятын санымызды тауып аламыз. Демек, диагоналға қоятын санымыз анық болды. 113-ті 95 екен. Бізде соңғы концентрация ортаға жазылады 50%, ал оған қосылатын су 0%-тік. Сәйкесінше азайтамыз. 50 және 63,95 болды. Бұл не дегені? 63,95 грамм суда 50 грамм зат еріп жатыр дегені. Ал 400 грамм суда қанша ериді деген сұраққа жауап беретін болсақ, біз мына есептің шешімін табатын боламыз. Бұл сан 312-да 27 грамм екен. Демек, 312,7 грамм мынандай құрамдағы H2SO4 көбейген 2 SO3-ті 400 грамм суға қосқанда 50%-дық күкірт қышқылы түзіледі екен. Енді тура сол есебімізді біз математикалық жолмен шығарып көрейік. Қадірлі оқушылар, біз математикалық жолмен шығару үшін мына белгілеп аламыз. Бізде
SO3-тің емері болды ғой 258, соның массасын енді молы анық болмағандықтан 258x деп белгілейміз. Ал күкірт қышқылының жалпы түзілген күкірт қышқылының массасы бізде болды 294. Оны x молға көбейтсек, демек бізде берілген масса анық болады. Енді бізге пайыз берілгендіктен 50% ерітінді, еріген затымыз күкірт қышқылы бұл жерде 294x массасын бөлеміз ерітіндінің массасы және суға 400 грамм суға қосамыз алюминді 258x белгілі бір массадағы алюминді. Енді біз мына теңдеуді шешетін боламыз. Жартыны 400-ге көбейтсек 200, жартыны 258-ге көбейтсек 129, x тең болады 294x-ке. 294-тен 129-ды азайтатын болсақ 165x болады бізде. Ал мына жерде 200-дің өзін жазып қоямыз. 200-ді 165-ке бөлгенде бізде 1,21 мол болады. Демек, біз сіздермен алюминнің массасын табу үшін H2SO4 көбейген 2SO3 құрамдағы алюминнің массасын табу үшін мына молды зат мөлшерін көбейтеміз. Алюминнің мына SO3 деп жазып кетіппін, негізі мына жерде алюмин ғой. Алюминнің массасы бұл 258-ге. Менде түзіледі 312,7. Енді диагонал әдісімен тапқан санымызға қарап жіберейік. 312,7 грамм. Демек, қадірлі оқушылар, екі әдіспен де бірдей жауапты алдық. Келесі есеп өтейік. Бізде 40% күкірт қышқылы ерітіндісін алу үшін 500 грамм 20% күкірт қышқылы ерітіндісіне қандай масса SO3 қосу керек дейді. Әрине басында диагонал әдісімен шығарамыз. Демек, SO3-ті суға қосып күкірт қышқылы аламыз. Демек, сіздер білесіздер, емері оның 80 болғандықтан 80 грамм SO3-тан 98 грамм күкірт қышқылы түзіледі. Ал 100-ден қанша дейтін болсақ, диагоналға қоятын пайыздық концентрацияны тауып аламыз. Бұл сан бізде 122,5 болады. SO3-тің массасы сумен қосылғанда 1,225 есе артады. Сондықтан 100-де 122,5. Демек, біз 122,5-ті сол SO3-тің артатын концентрациясы деп алсақ та болады. Демек, диагоналға 122,5-ті қоямыз. Соңғы концентрация бізде 40%, оны әрқашан ортаға жазатын боламыз. Ал оған қосатын екінші бір ерітіндіміз 20%-дық күкірт қышқылы. Ал енді сәйкесінше олардың айырмасын алатын болсақ, 20, мына жақта 82,5. Бұл не дегені? 20%-дық күкірт қышқылының 82,5 граммына 20 грамм SO3 қосу керек дегені. Ал бізде 500 грамм ғой күкірт қышқылымыз. Оған қанша қосамыз деп ойлайтын болсақ, демек бізде 121,2 грамм қосу керек екен. SO3-тан бізге 121,2 грамм қажет екен SO3-тен. Екінші әдіспен шешіп көрейік сол есепті. Демек, бұның үшін біз математикалық әдісте әрқашан сіздер жақсы білесіздер. H2SO4-тің массасын тауып аламыз. 500 грамм ерітіндіде 20% болғандықтан 100 грамм қышқыл бар. Су массасын табамыз.
Ерітіндінің жалпы массасыдан еріген затты азайтсақ, бізде 400 грамм су бар екен. Ал енді SO3 сумен реакцияға түсіп, H2SO4-ті түзеді. Реакцияға түскен SO3-тің емері 80 болғандықтан, оның массасы 80X болады. Ал түзілген күкірт қышқылының емері 98 болғандықтан, демек түзілген күкірт қышқылының массасы 98X болады. Және X бұл жерде зат мөлшері, мол. Олай болса, біз теңдеу құрап жіберейік. Демек, MH2SO4 бізде болып тұр. Бастапқыда 100 грамм бар еді. SO3-тан 98X түзілді. Олай болса, күкірт қышқылының соңғы концентрациясы бізге берілген 0,4-ге тең 40%. Еріген зат бізде күкірт қышқылы. Ал ерітінді массасы да 500 грамм. Ерітінді 20%. Оған қосамыз реакцияласқан SO3-тің массасыны. Теңдеуді шешіп жіберейік. 0,4-ті 500-ге көбейтетін болсақ, бізде 200. 0,4-ті 80-ге көбейтетін болсақ, 32X. 98X-тен 32-ні азайтатын болсақ, бізде 66X болады. 200-ден 100-ді азайтатын болсақ, 100 қалады. X тең болады. 100-ді бөлеміз 66-ға. Демек, бізде 1,515 мол болады екен. Демек, біз SO3-тің массасын табу керек болғандықтан, 1,515-ті көбейтеміз 80 және SO3-тің молдық массасына. Бізде 121,2 грамм SO3 қажет болады екен. Ал енді алдыңғы есеппен салыстырып жіберейік, бізде қандай жауап болған еді? Демек, бұл жауапта да 121,2 грамм SO3 бар екен. Демек, қадірлі оқушылар, біз сіздермен бүгін алюмин тақырыбына көптеген есептер шығардық, және әр есебімізді екі әдіспен, диагонал және математикалық әдіспен шығардық. Олардың қайсы бір сізге ұнап жатса, сол әдісті қолданасыз деп ойлаймыз. Оқушылар, енді тағы есептер шешуге байланысты сіздерде сұрақтар болып жатса, комментарийға жазып қалдырыңыздар. Келесі видеоларда біз оларды сіздермен бірге көретін боламыз. Сау болыңыздар.